Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздің отбасымызда жиі жасалатын сүйікті әрі тойымды етті салат жасаймыз. Ол үшін бізге ет, картоп, сәбіз, жұмыртқа, тұздалған қияр, асбұршақ, татымына қарай тұз, бұрыш және майонез керек болады. Ең алдымен етті бөлек, ал картоп, сәбіз, жұмыртқаны бөлек пісіріп аламыз. Одан соң суытамыз. Суып болған соң барлығын кубик етіп тураймыз. Ең соңында асбұршақты саламыз. Одан кейін татымына қарай тұз, бұрыш, майонез қосамыз және де барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей, осымен етті салатымыз дайын. Бұл салат кез келген адамның көңілінен шығары сөзсіз. Жасап көріңіздер, ас болсын. Рецепт пайдалы болса, каналыма жазылып, лайк басуды